Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін бізде 7-де 2-ші сабақ диссоциациялану дәрежесі. Ал әнші басық, диссоциациялану дәрежесі деген нәрсе бар екен. Бұны біз альфа деп атаймыз. Қараңыздар, альфаның формасы кішкентай n бөлінген үлкен n. Және мына жерде көбейтілген 100% деген болу қажет. Яғни көбейту 100%. Ал ендеше n кішкентай n деп тұрған ыдыраған бөлшектер саны, ал үлкен n деп тұрған жалпы еріген бөлшектер саны. Давайте сразу практика жүзінде есепте шығарып көрейік. Біз айтады, ерітіндідегі 200 молекуланың 20-сы қана ыдыраса, электролиттік диссоциациялану дәрежесін анықтаңыз дейді. Сонда, так, альфа тең үстіне ыдыраған бөлшектер саны бізде 20-сы қана ғой. Ал общий молекула саны 200. Оны көбейтеміз еще 100-ге. Мына екеуі қысқарады. 20-ге бөлетін болсақ, 10% қалады екен. Вот, осындай типтегі бізде есептер бар. Енді бұл альфа деген нәрсе бізге не себепті қажет? Алдыңғы сабақта естеріңізде болса, мынандай бір фотоны мен көрсеткен болатынмын. Енді бұл фотода бізде бір нәрсені байқай аламыз. Анау Арениус деген ғалымның жасаған экспериментін байқай аламыз. Бірінші жақты, яғни сол жақ бетін қарасаңыздар, мына жерді қарасаңыздар, шам өте күшті болып жанып тұр. Екінші суретті қарасаңыздар, шам орташа жанып тұр. Үшінші суретті қарасаңыздар, шам мүлде жанып тұрған жоқ. Яғни Арениус деген ғалым осыны былай дәлелдегісі келді. Яғни қандай жағдайда шам жақсы жанады, қандай жағдайда шам онша емес жанады. Вот солардың барлықтарын зерттеу үшін осындай жаңа альфа деген нәрсені енгізген болатын. Егер осындай альфа бізде жоғары сындар болса, онда шам бізде жақсы жанады деген сөз. Ал егер альфа 1-ге жақын, 0-ге жақын сындар болса, онда біздің шамыз, скорее всего, жанбайды, әлі нашар жанады деген секілді ойға келеді. Енді альфа, яғни диссоциациялану дәрежесіне байланысты бізде 3 түрлі жағдай бар екен. Біріншісі күшті электролит, екіншісі орташа электролит, үшіншісі әлсіз электролит. Күшті электролиттерді қарасаңыздар, альфа 30%-дан үлкен болу керек. Яғни 40%, 50%, 70% болса альфа, онда ол күштіге жатады екен. Ал егер орташаны қарасақ, 30-ға жетпейді, бірақ 3-тен жоғары 5%, 15%, 25% деген секілді сандар болса, онда ол орташаға кетеді екен. Ал әлсіз электролит, яғни шам бұл жақта уже, скорее всего, өте нашар, даже жанбайды десек те болады, бұл 3%-ға да жетпейтін кездер болады екен. Енді жігіттер қыздар, бұның бір жақсы жері, ұбытуда сіздерге диссоциациялану дәрежесін табу бойынша есептер келмейді. Ол уже тұрақты нәрсе, бізге просто бұларды жаттап алу керек. Кімнің күшті, кімнің орташа, кімнің әлсіз екенін. Алдарыңызда қышқылдардың түрлері көрсетіліп тұр. Мына күшті қышқылға кім жатады, орташаға кім жатады, әлсізге кім жатады. Мына күшті қышқылдардың барлықтарын жаттап алуымыз қажет. Егер сіздер күшті қышқылдарды және орташа қышқылдарды жаттап алсаңыздар, онда осы күшті мен орташаға жатпайтындардың қалғаны әлсізге кетеді деп түсініп алсаңыздар болды. Алдарыңызда күштілердің барлықтары болып, бұдан басқа күшті қышқылдар бізде жоқ екен. Давайте кішігірім қарап жүрейік. H2SO4 бізге танымал, HNO3 бізге танымал қатты, H-хлор, H-йод, H-бром деген заттарымызды біз білеміз. Мынау хромы бар қышқылдар бізде тоже күштіге кетіп қалады екен. Ал енді кеттік. Орташаға кім жатады? Орташа деген кезде бірден H3O4 еске түсу керек. H3O4 бұл орташаның символы болу керек сіздерге. Енді қараңдар, H2SO4 бұл 4 оттек көп болған кезде бұл күштіге кеткен еді, ал 3 оттек болып қалса орташаға. Көрдіңіздер ме? H2SO3. HNO3 деген 3 оттегі болса күшті, ал 1 оттегі кем болып қалса бұл уже орташаға ауысып кетеді. Бұл күшті мен орташаны жаттап алсаңыздар, басқа қышқылдарды қай жаққа жатқызамыз едік, әлсіз қышқылдарға жатқызамыз едік. H-фтор, H2CO3, H2CO3, H2S, H-хлоро, H-хлоро2 деген секілді. Бұлардың барлықтары бізде уже әлсіз. Кеттік, тура осылай негіздерді жіктеуге болады. Енді негіздердің бір жақсы жері бар, оның ең күшті жері оларда орташа жоқ. Және қазір түсіндіріп берем, бұларды ажыратудың бір жақсы әдісі бар еді. Қараңыздар, сонда негіздердің екі түрі бар. Күшті негіз және әлсіз негіз. Орташа жоқ дедім, әлсіз.
Күшті негізге сілтілер жатады. Сілті деген кім? Суда еритін негіздер. Яғни ергіштік кестесіне қарайсыздар. OH-ты табасыздар. OH деген зат қандай металмен ериді? Вот сол зат бізде күштіге жатады екен. Ал ол суда ермесе, әлсізге кетеді деп түсініп алсақ болады. Бұл бірінші лайфхак. Енді бұл лайфхак сіздерге жеткіліксіз болса, екінші лайфхак бар. Менделеев кестесінің алдын қарайсыздар. Артында ергіштігі болса, алдына қарайсыздар. Бұл жақта элементтер тұрады. Бірінші, екінші, үшінші топ деген секілді. Міне енді қараңыздар. Бірінші топтағылардың екінші топтағылар ғана күшті болып табылады. Бірақ барлығы емес. Бірінші топтың сутегінен басқа, екінші топтың бериллий, магний дегеннен басқа. Сонда бірінші топтан бір элемент, екінші топтан екі элементтен басқа барлығының гидроксидтері, яғни барлық металдары күштіге кетеді. Натрий, калий, литий, кальций, стронций, барий, радий, рубидий деген секілді элементтердің барлықтары жіктер қыздар сонда қандай негізге жатады екен? Күшті. Ал мен қазір атаған негіздерден басқасының барлығы қай жаққа кетеді? Сонда қазір әлсізге кетіп қалады екен. Болды. Осылай, оп-оңай жаттап аласыздар. Болды. Келесі тұздар. Тұздардың да бізде күштісі және әлсізі ғана бар екен, орташасы мүлде болмайды. Бұл да өте оңай. Қараңыздар, суда еритін болса күшті, ал суда ермейтін болса әлсіз. Болды. Бұлардың ішінде күшті қышқыл бар ма, әлсіз қышқылдар бар ма, негіздер бар ма деп қарамайсыздар. Просто Менделеев кестесінің артында ергіштік кестесі болады. Сол ергіштік кестесінде ол еритін болса күшті, ал ермейтін дегені болса әлсіз. Бұл кімге қатысты? Тұзға қатысты. Дәл қазір қолдарыңызда Менделеевтеріңізді алып тексеріп көрсеңіздер болады. Натрий мен хлор ериді ма, натрий мен NO3 ериді ма, магний мен NO4 ериді ма деген секілді. Вот барий, SO4, кальций карбонаты деген секілді заттар ериді ма. Солардың барлықтарын бір тексеріп, көз жеткізіп алыңыздар, практика жасап. Так, егер бір қарап алсаңыздар, осымен біздің теориялық бөлім бітті. Енді ары қарай практикалық бөлім. Яғни сіздер бұл жақта сұрақтарға жауап беріп, өз деңгейлеріңізді тексересіздер. Ал кеттік. Бірінші сұрақ. Әрине паузаға қойып, өздеріңіз шығарып көресіздер. Мынау бізде екінші сұрақ, үшінші сұрақ, төртіншісі, бесіншісі және дұрыс жауаптары. Жігіттер қыздар, әдеттегідей 5 сұрақтың қаншауына дұрыс жауап бердік, соны комментарияға қалдырып кетеміз. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетеміз. Осымен біздің сабағымыз бітті. Келесі сабақта кездескенше.